Саламатсызбы. Жақсы болдыңдар. Сіздерге өткен жол біз өткен сабақта құндылықтар, бақыт деген тақырыпта әңгіме көріп еттік. Сонымен үй тапсырмасына сендерге АПФ форматы бойынша, американ парламенті форматы бойынша бақытты ақшаға сатып алуға бола ма деген тақырыпта пікірсайысқа дайындалып берген болатын. Сонымен бізде үкімет сендерді позицияларын танытып, үкіметті және оппозицияны бөлген болатын, санаттаған болатын. Сонымен сөз үкімет лидері Сарада. Саламатсыздар ма? Бүгін біздің қарым бақытты ақшаға сатып алуға болады. Біз бұл пікірмен келісеміз. Дегенімізді, бақыт адамның қажеттіліктерінің қамтамасыз етуінен туындайтын қанағатты сезіммен өмірлік жайлылық. Ал ақша дегеніміз ол айырбас құралы ретінде барлық адамдардың қолданылатын және кез келген тауар немесе символ деп айта аламыз. Статистика бойынша 76 бай адамдар өз өмірлеріне риза және олар бақытты, ал 24% адамдар кедей және бақытты. Біз бұл мәліметтен түсінетініміз бақытты ақшаға сатып алуға болады деп ойлаймыз. Ал енді біріншіден көмек көрсету арқылы ақша табу. Көмек көрсету арқылы адамдарға көмек беру арқылы өзін бақытты сезінеді. Мысалға, зерттеушілер зерттегенде қайырымдылыққа ақша жұмсаған адамдар психологиялық тұрғыда өздерін бақытты сезінеді. Әлемде кедейлік, аштық салдарынан қиналып жатқан адам көбейгенін ескерсек, оларға материалдық көмек беру оларға бақытты әкеледі. Тәжірибелер мен эмоциялық бақыт сатып алу. Яғни адамдар саяхатқа шығудан көп үйрену арқылы ұзақ мерзімді бақыт алып келеді. Мысалы, бұл психологиялық зерттеу бойынша адамдарға заттарға емес, тәжірибелерге ақша қосқан ұнайды, қанағат алады. Ал үшіншіден қауіпсіздік бақыт сезімін арттырады. Ақша адамның тамақ, баспана, денсаулық, қауіпсіздік және басқа да тұрмыс-тіршілігіне ақша керек. Мысалға, халқымыз ер адамның үш нәрседе деген. Ол біріншісі жақсы жар, екіншісі жағдай, үшіншісі жақсы көлік. Бұның бәрі қаржылық сауаттылыққа келіп тіреледі. 2023 жылғы статистика бойынша кедейліктен құтылған адамның өмірі жақсы жаққа өзгереді. Ал мысалы денсаулықты түгел тексеру үшін анализ тапсыру керек. Ол үшін $1000 ақша керек. Ал бұл тексерілу әр 2-3 жыл сайын өтілу керек. Зерттеу бойынша алдын ала тексерілу 30-50%-ға дейін тиімді. Омар Ибн Хаттаб қолынан келсе кедейлікті өлтіремін деп айтып кеткен. Ақша отбасын сақтауға көмектеседі. Яғни Ресейде ажырасудың 33%, Қазақстанда 30-40% ақшаның жетіспеушілігінен болып жатыр. Тіпті Қазақстанда баласын ақшаға сатпақ болған адамдар жиі кездеседі. Немесе осы бала саудасы және де балаларды ауыр жұмысқа мәжбүрлеу де орын алып жатыр. Ақшаға бақытқа жеткізетін білім алуға болады. Яғни қазіргі таңда курстар сатып алу немесе репетитор жалдау кезінде түрлі қаржыны талап етеді. Қорытындылай келе, ақша бақытқа жеткізетін мүмкіндіктер деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Сонымен бізде оппозицияға кезек келді. Сонымен оппозиция лидері Гүлназ ханым және спикері Нұрасыл мырза, келіңіздер. Мен үкімет тобының айтқан сөзіне келісемін. Яғни ол ақша дегеніміз айырбас құралы ретінде барлық адамның қолданатын және басқа тауарларды бақылауға қызмет ететін кез келген тауар және символ. Статистикаға сүйенетін болсақ, ақш-та 130 миллион адамның 47% ақшаға бақыт сатуға болмайды деп есептеген. Аргументтерге келетін болсақ, бірінші, ақша жалған қарпықтыға алып келеді. Адамдар ақша арқылы кейде одан жалған дос немесе тіпті жалған жарыңды алып келуі мүмкін. Атақты Ланг тесті бойынша 60% әйелдер, 40% еркектер өзінің серіктерінің ақшасына қарайды деп айтқан. Мысалы, Ресейде әнші қызы өзінің жігіттің ақшасына кредит түсіріп, оның ақшасын осыған дейін тастап кеткен. Екінші, бақыттың материалдық игілігі мен оның құндылығы. Яғни бақытты болу үшін бай болу керек емес, ең біріншіден ақылды болып, екіншіден бақытты түсіне білу керек. Әлемде байлардың 40% өздерін бақытсыз санайды. Ақша қолдың кірі бақыттың жүректің нұры. Мысалы, миллионер Роберт депрессияға ұзақ жылдар бойы күрескен. Робин атақты актриса. Екінші, бақыт материалдық игілік пен ол құндылық. Яғни бақытты болу үшін бай болу керек емес, біріншіден ақылды болып бақытты түсіне білу керек. Әлемде байлардың 40% өздерін бақытты сезінбейді. Ақша қолдың кірі бақыттың жүрегі, нұры. Мысалы, миллионер Говард депрессияға ұзақ жылдар бойы күрескен. Робин атақты актер, қанша ақшасы болғанымен ұзақ жылдар бойы депрессиямен күресіп өз-өзіне қол жұмсап жүрген. Негізі бай адамдар депрессиямен көп күрескен адамдар екен. Бақыттың бағасы жоқ, көбінесе ақша көп адамдар қанағатсыз болып келеді. Олар ақшасы
бір әңгіме тәртіпте серуендеп ең бақыттысы екенін ұғытады. Жай ғана мысал өзің грант сатып алып міне мен дебаттан бірінші орын алдым деп бақытты болғаннан қарағанда өз күшімен алған үшінші орынның өте бақытты сезім әкеледі. Мысалы ақшасы жоқ, мансабы жоқ сәулелерге қарап бақытты не екенін түсінуге болады. Енді оқушылар бір-бірлеріне қарсылық айту кезеңі, сонымен айтылған аргументтерге қарсылық айтсаң да болады. Қана сөз кезегі үкімет мүшелерінде бастайды. Мысалы, бұл жерде айтып қойып, денсаулық деп. Егер адамда ақша болса, ол жерде денсаулығы қарамайды. Демекші адам өз-өзін қарау керек. Яғни мен бұл кісілердің пікірімен келіспеймін. Яғни бұл жерде адамның егер де араласуға дұрыс ниеті болатын болса, оның ақшасына немесе ақшасының барлығына немесе жоқтығына қарамай араласады. Жақсы. Келесі. Сендерде қарсылық кезеңі бар ма? Мен өкімет тобының астына пікірмен келісемін. Ақша отбасын сақтап қалуына көмектеседі. Яғни ақша тек отбасын сақтауға маңызды құрал емес. Отбасында бірінші бақытты сезіне білу керек, екіншіден ақылды болып бір-бірін сыйласа, отбасы өте бақытты болады. Жақсы. Сонымен бүгінгі пікірсайысқа дайындалып келген оқушыларға үлкен алғыс білдіреміз. Пікірсайыстардың дайындап келген аргументтері өте орынды, жақсы болды деп ойлаймыз.